Қызылорда деп кім айтады? Тау бар, бұлақ бар, тау бар. Ауа райы тамаша, бұдан асқан бақыт жоқ. Ал біз міне біздің жақта бәріміз сборе. Осы жауырғанға шайын деп жатырық тауларына. Иә достар, таң атпай біздің үй жаққа жігіттер жиналып, 3 көлікке бөлініп жолға шықты. Міне әдеуін бауырымыз бар. Ал жолға дайындалып жатырық. Сексеуіл 3 қап алдық. Сосын мынау мариновка, су, пу, қара су, кола. Афганский қазан тамағы бар. Бәрін алдық. Қақаған қыс болып тұр. Ана жақ енді мүлдем қыс дейді ғой. Бұл заправкаден тоқтап кофе анауымны алып жатырық. Жегелермен. Едет бауырым міне. Айбек бауырым қызылордалықтар болып тауға. Бәрін алып жатырық. Ал біз жолға шықтық. 3 машина болып. Жол болсын. Санжар. Ой, рахмет. Аяқ асты шығып кеттік негізі біз. 3-4 күн бұрын ойластырып, ақылдасып. Как раз қар жауып, бізге қарасып тұр ауа райы. Ал Жауырғанға келдік, Айғожа Ишан мешітінің қасында тоқтап тұрық. Ауқаттанып кішкене. Сөйтіп, қазір шамалы ғана қалды. Осына Жауырғаннан тұсынан Шымкентке қарай барадыр. Қазір бір 20 минуттан кейін ба, 15 минуттан кейін Бірлік деген ауылға солға қарай, тауға қарай бұрылады. Сосын сол Бірлік ауылына жетеміз. Именно көліктерімізбен басқа көлікке отырып, Ниваға отырып, ары қарай бұйырса тауға кетеміз. Міне Бірлік ауылына кірдік, Жауырған ауданындағы. Осы жерде Бірлік ауылында жиналып жатырық, әкімшіліктің алдында жергілікті. Тамаша болып тұр енді. Жауырған Бірлік ауылына келдік. Достар, қарап отпай біздің Авадикус YouTube арнасына тіркеле отырыңыздар. Но бізде жаңа Бірлік ауылының жігіттері Нивамен күтіп алды. Қазір соған ауысайын деп жатырық, көліктерімізді қойып. Мына келдік, қазір заттардың бәрін Ниваға көшірейін деп жатырық. Сексеуіл, бәрін блок-блок. Мына жигилар алда. Айба. О, жақты! Откуда ты пришел? Откуда ты пришел? Көңіл сыйса бәрі сияды, тамаша. Мінекей Айболат, Айбек, айлар жиналып қапты. Ошым, төрден О, десей тағы. Таңғала бердіңіз. Ал жол болсын ал. Бірлікке келдік, аман есен. Қызылордадан Бірлік деген ауылға. Енді тауға қарай кетіп баратырық. Бұйырса бір 25 минуттық жол, сапар. Жол жақсы деген ойдамыз, Құдай қаласа. Жол болсын. Ал біз қазір уже тауға жаймен жақындап келе жатырмыз. Мына жақта уже биікке көтеріліп жатырық. Көрдіңіздер ма? Құлақ көтеріліп жатыр. Жетіп жатқанымызға 10 минуттай болды. Ауа тамаша, керемет көңіл күймен келе жатырмыз. Жігіттер, көңіл күй жақсы ма? Керемет. Мощный. Енерек бір ЖК-дан үй алайын деп атады ғой. Сөйтіп тағына дворға келеді, қарап тұрады. Сөйтіп алдынан бір шыбын кетіп барады ғой. Шыбыннан сұрайды ғой, брат, мына двор қалай дейді ғой. Двор тема дейді ғой. Мына жерге кәдімгідей мощный дейді ғой. Боқ деген жетеді дейді ғой. Анау түсінбей қалады ғой. Мынау қуама дейді ғой. Мынау не айтып тұр деп. Сөйтіп басын ұстап кетіп баратқан кезінде араны көріп қалады ғой. Енерік ше. Сөйтіп арадан сұрайды. Брат, осы жерде тұрасың ба дейді. Осы жерде тұрамын. Қалай мына жер дейді ғой. Мына жер тема дейді ғой. Несімен дейді. Гүл деген жетеді дейді ғой, короче. Сөйтіп анау әркім өзінің керегін көреді деген ғой, өзінің, короче, жақсы жағымен, өзінің көзқарасымен деген сияқты ше. Сол сияқты жалпы болып отқан жағдайымыз, жан-жағымызды жалпы жақсы нәрсені көретін болсақ, өмірімізді жақсара береді ғой. Жақсы нәрсе айтып жүрсең, жақсы достар келеді деген сияқты. Осы жерде бармын дегенге баршылық. Машалла. Бармын дегенге баршылық. Жоқпын дегенге жоқшылық. Қасқа шығатын. Адамның өзі қандай болса, сөзі қандай болса, өзі сондай деп.
өмірде оптимистично ойлау керек дейді да. иә Бір әңгіме айтайын. Баяғыда бір байдың екі баласы болғанда, біреу пессимист болған, кез келген жерден андай кіршің іздеп жүреді да. Біреу оптимист болған, өмірге жақсы көзқараспен қарайды. Сосын ана бай сынайын деген ғой екі баласын. Бір баласын бөлмесіне толтырып подарка үйіп қойған да. Екінші баласының бөлмесіне жылқының навозын апарып қойған боғын да. Сосын бірінші баласы барып қарайды реакциясын, ана пессимист бала көңіл күй отыр. Не болды десе, бөлме сондай подаркадан толып бардак болып кеткен, шашылып жатыр, бәрін ашу керек, ішін не істеу керек, қораптарын лақтыру керек деп андай негатив іздеп жатыр да. Сосын ладно деп оптимист баласының бөлмесіне барады да, реакциясын байқайды. Анау боққа қарап мәз болып тұр дейді да. Неге мәз болып тұрсың, сен бөлменің ортасында боқ жатқан жоқ па десе, маған походу жылқы сыйға тартатын сияқты деп айтады дейді. Даже ненің өзінен оптимизм іздеп тұр да. Әр нәрсе. Қайырын іздеп па, жақсы. Анау ойыншықтың өзінен негатив іздеп тұр ғой, иә. А чё деген андай Спайдермен алмайсың ба, Бэтмен алған шығар деген. Достар, қараңыздар. Екі таудың ортасына кіріп, әдемі көріністі бұлақтарды қараңыздар. Қыста да керемет ағып тұр. Ауа деген неткен тамаша. Девственный жерлер ғой мынау деген достар. Тамаша тастарды қараңыздар. Көне тастар. Қасиетті Қаратау, Қызылорда қаласында. Міне достар, суды кешіп жатырмыз. Қазір бұндай бұлақтардың алда патологы бар. Жігіттер қалай? Сөз жоқ, керемет бір кішігірім мощный болып келе жатыр ғой. Мына жерде машина айдаудың өзі бақыт болып тұр кәдімгі. Тамаша. Қайта қыста келген тема екен менше. Жазда келген адам ретінде дейін қыста келген жақсы екен. Жазда бүдір-бүдір, гравир ма сондай. Қыста мына қармен жол деген теп-тегіс болып тұр ғой. Керемет. Осыған бола машина алып шығамын. Мә достар, ауа райы енді. Айта алмадым достар, мынау біз әлі кірген жоқпыз, жеткен жоқпыз. Но қараңыздар. Тып-тыныш. Яқта бұлақ бар. Как положено ағып жатыр. Қазір неше түрлі кешеміз сол бұлақтардан. Әнекей суды қарасаңызшы, тап-таза достар. Достар, тағы бір қызық айтайын ба сіздерге? Тағы бір керемет қызық айтайын ба? Шөп өсіп тұр ғой мына жақта. Қызылордада қыстың кезінде де шөп өсіп тұр. Шөп өсіп тұр. Небәрі 1,5 сағатта жеттік. Қараңыздар суды. Қасиетті Қаратаудың бұлағы достар. Мә достарына. Тамаша. Тамаша. Тап-таза суында осы жердің астынан шыққан осы бұлақ қой. Шөп өсіп тұр. Қызылорда деп айтасыздар ма, мысал үшін? Айтыңыздаршы, қазір бұдан да биік тау. Сот тұруға немен полицеймен тұруымен әкеп, ауылдың ішіне көп қосақпен деп алғыз қойған. Сол біз 2008-де ма, Қызылорда нелер келді, құйып беріп жүрдік. Мынау арти сыртына жазып, мынау артизан, мынау бұлақтың суы, мынау арықта ағып су. Анау 97% таза болып келді. Мына су таза су ғой. Мынамен шай ішкендер емес пе? Осы тауда біз енді агротек не қойдық па? Қанттың керегі жоқ. Өзіне іше бересің, датоға кете береді бұл. Қанбайсың. Әттен ішіп қолғаннан кейін қоясың. Біз ауылда отырған кезде мысалы құдықтың суын қазір бізге Ақбұлақ бағдарламасымен келген су, үйіме кіргізіп берген суды, оларды уже шамал бір 3-4 пиала ішкеннен кейін шайдан қайтасың да. Мынадан қайтпайсың сен, ше бересің. Бұл суын вообще бактерия дым жоқ қой, сестен. Тап-таза бұл. Осыдан самаурынға қойып қайнатқан кезде осындай шлак тұрады ауылда. Бұда шлак деген болмайды, ешқандай. Таза су осы. Тамаша. Осындай жерлер бар міне. Плотина. Мінекей осындай зона бар. Бізде Қызылордада Қаратаудың арасында бұлақтарды көріп тұрсыздар. Тамаша көрініс әні.
әртүрлі бұлақтар қосылып жатыр бір-біріне. Ұнап жатыр ма? Жири? Ұнап жатыр. Тәппәк қармен, Турасынан да болады. Разница жоқ, бәрі бірдей деңгей. Иә. Осындай көріністер бар. Сол суға, Түртілмеген қарлар. Ауасы деген. Қайтып келеміз ба? Сөйтеміз ба? Бір дара шығып жатыр. Қазір алда тағы да неше түрлі көріністер. Анау бұлақтар, талдары көріп тұрсыздар ғой, тал өсіп тұрған. Сол жерден бұлақ бетіп арық болып келген ғой. Осындай ну орман демей қояқ, бірақ әдемі көне талдар бар. Қалың. Таудың көрінісінде ерекше болып тұр. Енді осындай ралли көп болады қазір. Осындай кешеміз. Дайынсыңдар ма? Кеттік ал. Ал мінекі кешіп жатырық суда. Йо-май. Толқынды көрдіңіздер ма? Су кешіп келе жатыр. Достар. Жетіп. Стай. Жылуансың ғой. Айтпа шеңгелдерді сап тұрмына. Батыр ғой, батыр. Аяқты қоя берші. Қараңыздар. Ағата. Ағата деген қасиетті жер. Ағатаның қасында Тағамаша ерталап бауырымыз. Айбус. Ал, тоқтаңдар. А кто это у нас тут? Шөп жап-жасыл. Қаңтардың ақ ортасында. Бұлақ. Тамаша міне. Қызылорда. Қалай? Негативный ойлар сасып жатыр да, сол әдейі. Кетіп қасында. Осыдан арендаттап тұр ол негативный ойға ше. Міне сексеуіл, мангал. Мінекей міне шашлыктер әр түрлісі бар. Баранина бәрі бар. Мынау афганский қазанымызға. Шашлык пісіреміз осымен десе. Тағы не бар? Көрсет, бәрін көрсет. Фонарик. Влажный салфетка. 2000 теңге. Балта 5000 теңге деп. Қолғап. Вообще, Перчатка не керек өшін. скидкімен қанша болады енді? Набор? Дайректке жазсын. Набор деп жаз десе, дәретке. Патология. Несімен ше? Жақында келген алтын ордаға. Вентилятор ма? Набор ғой, жоқ. Кәсір, адыс. Ыдыс, охоточный ыдыстар. Наборымен. Жақында келген, ең шығарып отырмын. Тамаша. Көреген. Наяқта уже қызық басталып кетті, достар. Қараңыздар. Бұндай реклама болатын білгенде менде бірдеңемді алып шығатын емін ғой. Аксессуар чехол. Чехол жастырып бер. Машина пленка жастырып. Мен телефонды осындай таудың ортасында смело ұстап жүрген осы аксессуарға арқасында. Машинаға пленка қашан жапсырасың, машинаға пленка? Смело жүретін осындай жерде. Тамаша. Енді табиғат былай ғой. Солтүстіктен мына тау былайша ызғарды ұстап тұр желді. Сол себепті Қызылорданың именно Қаратау жақтары осындай жылы. Көріп тұрғандай міне, көрсейін өз көздеріңізді. Шөптер өсіп тұр. Осындай шөп жауырғанда. Мощь.
Бәкең жер қазып жатыр. Афганский қазанға. Қалай? Мощный, брат, мощный. Келу керек. Ұнады ма? Көзбен көру керек. Конечно, брат. Тамаша. Керемет. Айбус қалай, ұнады ма? Бұл жерде сөз жоқ. Қазақстанда осындай жер бар екеніне қуаныштымын. Қызылордада мүлдем ойламаған мұндай жер бар деп. Ерге ұнады ма? Мощный, мақтан тұтып отырмын мынандай жерден кәдімгідей. Негіз бұрын келген бе едің? Бірінші рет кеттім. Бірінші рет па? Жауырғанға? Жоқ, жаңғырған. Анау басынан қайтып кеткен ғой, мынандай жерлерін көрмеппін бірақ ше. Басқаша, иә? Негізі әлде де күшті ғой. Негізі Қызылорданың туризмін дамыту керек сияқты. Сізге Мысалы. бастау керек сияқты осыны. Мысалы, на көрініс. Мына жерге домик қойып қойсаң түзеді. Бұлақ ағып тұр. Бұлақ ағып. Осыны ғой мен, осыны айттым ғой. Мостик. Мостикпен, Мостик жасау керек, ана жерде үй салу керек. Сол қал бар міне. Сторис түсіру керек қой, ана жерден шығып ше. Бисмилла. Міне. Қатын қамалға барайын деп жатырық. Осы Жаңақорғанда үңгір. Қаңтардың аяғы болса да шөп міне шығып тұр. Мына жігіттермен шығып жатырық қазір. Қаншасы шығып, қаншасы қалатын. Иә. Қазір көреміз енді. Видеоның соңында кім соңына дейін барады. Негізгі мақсатымыз осы таудың басына мініп үңгірге кіріп шығу тұғын. Иә. Кім бірінші кіріп шығады соған деп кәдімгі ойын қозып жүрсең деп. Таудың төбесіне шықтық. Мына бетінде не бар екен көрейік қазір. Өштіге. Әні көрініс артта. Не бар екен мына да биік тау. Көріп тұрған көріңіздер ма? Өсімдіктер жасыл болып тұр. Қыс болса да. Достар. Потолок. Қараңыздар. Міндетті түрде Абай Жүгіз Қызылорда парақшасына тіркеліңіздер достар. Кім тіркеледі, соған нақты локацияны жіберем. Тіркелемін деп жазып қойыңыздар, лайк басып. Міне осындай балшық жерлер. Шөпті қараңыздар, жап-жасыл. Аяқтай кетпесін ең бастысы. Мына жарды қараңдар, қына ғой. Өсімдік көріңіздер ма? Қыналардың түр-түрі. Келгенде өкінбейсің ба? Жоқ. Аяқ астынан шығып кетті. Әдем демалыс бар. Жігіттер әлі жоқ қой. Бұлақ. Достар, үңгір достар. Жаңақорған ауданында, Қызылордада осындай үңгір бар. Қатын қамал деп аталады. Пещера Қаратауда керемет. Қысы жазы бір температураны ұстайды ғой. Қазір мен кірейін, кеттік. Мінекей достар іші. Аллах үшін осындай табиғатты тамашалауға келіп жатырмыз. Алла разы болсын. Өте керемет әдеке. Қызылорданы осылайынан дәлше зерттеп, әрмен қарай бізге де, халыққа да осылай көрсетіп жүре беріңіз. Негізі мынаны дамыту керек. Бұл кісі бізде Қосылғандарына ризамын. Осылай бірге көріп. Қатын қамал ғылымның докторы болып тұр. Мына жақты бағындырдық. Енді әлде де негізі зерттелмеген жерлер көп, ары қарай кете береді. Қарай енді осымен бүгіндікке болады. Бүкіл Қызылорда жиналып негізі Адикусты жаңағындай тур ма? Қызылорданың туризм басқармасы қылып жіберу керек сияқты. Креслоға отырсып қойсаң әдекең жүрмей қалады. Өйстіп жүре беру керек. Болмаса туризм отделін ашып беру керек бұл кісіге. Туризм отделін ашып. Жеке ма, жеке. Мықты кәсіпкер ағаларымызға, алтынсарға ағалар. Ой, от души. Бұйырса жазда Қамбашқа барамыз. Ары қарай Шиелде тағы да таулар бар, ана баяғы көне жазбалар болған ше. Сол жерге барамыз. Көп қой жерлер зерттелмеген. Жалпы негізі әдеге Қазақстанның да осындай керемет жерлерін көрсету ойда бар ғой, ә? Основной аккаунтқа құдай қаласа. Тамаша. Қызылорда емес, бүкіл Қазақстан. Ой, көп қой. Жазда қайға барамыз дедің? Құдай қаласа Катонғарға барайық. Өскемен, Сол жерге действительно туризм дамыту керек. Табиғат мощный ғой. Енді. Абайлап. Тамаша ғой, тамаша міне. Көрініс. Шашлык дайын ба, жігіттер?
үн жоқ, өздері жеп атқан жоқ па тетишті. Давай, ай. 1-2-3 дегенде бәріміз алтауымыз айқайлайықшы. 1, 2, 3.